сосын жаңа Сирия дегенге тағы бір ғана сұрақ туындайды. Жалпы Сирияда осы араб көктемінің пайда болуының бір саяси себебі ретінде мына нәрсені айтады да, енді ол ресми емес болуы да мүмкін, жаңағы бүкіл арабтарды сол жерге жинап қырып тастау деген сияқты. Бүкіл емес, енді біраз арабты жинап, біраз мұсылманды жинап сол жерге қырып тастау деген секілді бір идеялар айтылады да. Мен естімеппін, білмейді екенмін бұл жөнінде. Бірақ енді былай алып қарағанда Сирияда ешқандай мақсатсыз соғыс болды ғой. Мұсылмандар өз-өздерін қырып жатты. Тіпті жаңағы Диастың өзі айтады ғой, не соғыс, не үшін, кім-кіммен соғысып жатқанын түсінбейді. Қай жамағат 20 шақты группировка болды деді ғой мысалға. Білмейді шынымен. Бір ар жақта қарсы беттегі бір буддист емес, христиан емес, яхуди емес, насрани емес, дінсіз емес, атеист емес, бәрі Аллаху акбар деп бір-бірін қырып жатыр. Шынымен түсініксіз соғыс қой. Отан қорғап жатқан жоқ. Біреудің жеріне кіріп бар. Өз елдерін өз ешқандай мәні мағынасы жоқ. Қанша халық қырылып та кетті. Экономикалық тұрғыдан қанша ғимарат қирап тастады ғой. Оның бәрін салу оңай ма? Тарихи ғимараттарды айтсаңызшы, жаңа өзіңіз айтқан амфитеатр мысалы, қанша нәрсе қирап кетті. Енді бізде мысалы Қазақстанда былай қарап отырсақ, батыс өңірлерде, сосын шикізатты өңірлерде, Жезқазған секілді ресурс шоғырланған аймақтарда осы радикализация жоғары сияқты. Енді менің ойым былай негізі. Осы өлкеде мұнай шығады дейік, уран шығады дейік, осы жерде бір уахабилік топтар пайда болды дағы, конфликт шығарды. Көп болды. Біздің полиция басуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Бұл бір дүниежүзілік аренаға шығып кетті. Сосын бұны басуға Қытай келуі мүмкін, Америка келуі мүмкін, Ресей келуі мүмкін, Европа елдері келуі мүмкін. Сөйтіп басып берді дейік. Тегін басып берем олар осы проблеманы? Жоқ. Тегін емес қой. Оларға теңге керек емес қой. Не істейді біздің теңгені? Оған алтын керек, оған мұнай керек, оған уран керек, ресурс керек. Негізі араб көктемі осыдан басталды емес па? Бұл менің жеке ойым, бұл менің жеке пікірім. Мен өз пікіріме өзім жауап берейін. Мен бұны бір адамға бір тықпалап жатқан жоқ. Мен ойым, мен сөйтіп ойлаймын да. Одан басқа не енді? Сирияда мұнай бар, Сирияда алтын бар, Ирактан мұнай бар, Иракта алтын бар. Білмеймін, сол үшін шығар деп ойлаймын. Басқа не үшін? Ең қымбат не? Өткенде бір сөзді айттым да мен. Ораза намаз тоқтықта деймін ғой. Сөйтсем осыны түсінбейді бір кісі. Тоқ болсаң намаз оқисың деймін негізі. Тыныш болса, жайлы болса оқисың. Аш адам оқи алмайды намаз. Сосын тоқ адам ораза ұстайды. Аш адам ораза ұстай алмайды. Күніге басыңнан бомба түсіп, оқтар былай да былай ұшып жатса, адам намаз оқуға мотивация түгілі, қалай десем, жасай алмайды құлшылықты. Сол үшін Құдайға шүкір осындай елде, тыныш жерде намаз оқып жатқанымызға шүкір. Ана жерде, мына жерде жарылыс болып жатса, қайдан намаз оқисың? Сол үшін қазақ бір-ақ ауыз сөзбен айтты. Ораза, намаз тоқтықта. Тоқ адам жасайды құлшылықты. Қарына аш адам жасай алмайды құлшылық.